Құрметті көрермендер, құрметті тыңдармандар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге белгілі жоғары санат дәрігері, академик, профессор, құрмет орденінің иегері, шипалы емдеу орталығының бас дәрігері, қазақ емшілігі көптомдығының авторы Қайрат Айдарханұлының қазақ емшілігі атты кітабынан қазақ емшілігі рецепттерін ұсынамыз. 58-ші бөлім. Қалақай. Қалақай тұқымдасының бір туысы. Бір жылдық не көп жылдық, қос үйлі және сирек те болса бір үйлі шөптесін өсімдік. Қалақайдың барлық түрінің құрамында ақуыз, сондай-ақ К, С, В витаминдері, илік заттар және минералды тұздар, әртүрлі органикалық қышқылдар болғандықтан, ол тағам ретінде де және медицинада пайдаланылады. Қалақай препаратын диабетпен ауырғанда, кептірілген жапырағынан жасалған қайнатпаны қақырық түсіру және асқазанды тазарту үшін ішеді. Жаңа жұлып алған жас жапырағын сүйелге жапсырады. Қалақайдың ем болатын аурулары және қолданылуы: жел қоздырған буын қабынуға, қалақа шөбін қайнатып ауырған жерлерді жуады. Жоғары қан қысымына, қол-аяқтың ұюына қалақай тамырынан 50 градусқа қайнатып ішеді. Босанудан соңғы құрыспаға, жас баланың шошма ауруына қалақайдың жас сабақ жапырағын азырақ алып суға қайнатып ішеді. Жылан шаққанда жас қалақайды жаншып шырынын жағады немесе таңады. Есекжемнің алғашқы кезінде жас қалақайдың шөбін жаншып шырынын жағады. Қолдану мөлшері 3-10 грамм. Егер осы видеомыз ұнаған болса, арнамызға тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыз.